Нур-Султан қаласы әкімдігінің онлайн баспасөз маслихатын бастаймыз. Қайырлы күн. Добрый день. Мы начинаем онлайн брифинг с пресс-центра Акимата города Нур-Султан. Баспасөз конференциясы мемлекеттік қызметтерді автоматтандырудың тиімділігі және Нур-Султан қаласының білім беру ұйымдары педагогиктерін құқықтарын қорғау және педагогиктік әдеп мәселелері жөніндегі кеңесті құру бойынша пилоттық жобаны іске асыру туралы тақырыбына арналады. Тема брифинга эффективность автоматизации государственных услуг, также реализация пилотного проекта по созданию Совета по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов Организации образования города Нур-Султан. Алдымен спикерлермен таныстырып өтейін. Көплеуі Бағымқұл Әубәкірқызы Нур-Султан қаласының білім саласында сапаны қамтасыз ету департаментінің басшысы. Нур-Султан қаласының білім беру ұйымдары педагогиктерін құқықтарын қорғау және педагогиктік әдеп мәселелері жөніндегі кеңестің төрағасы. Әлиев Батыр Алиұлы Нур-Султан қаласының әділет білім қызметкерлерінің кәсіптік одағының төрағасы. Нур-Султан қаласының білім беру ұйымдары педагогиктерінің құқықтарын қорғау және педагогиктік әдеп мәселелері жөніндегі кеңестің мүшесі. Эйвазова Фарида Сағындықызы қолдау білім беру ұйымдарының қамқоршылық кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Нур-Султан қаласының білім беру ұйымдары педагогиктерінің құқықтарын қорғау және педагогиктік әдеп мәселелері жөніндегі кеңестің мүшесі. Спикеры сегодняшнего онлайн-брифинга Көплеуова Бағымқұл Әубәкировна, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан, председатель Совета по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов Организации образования города Нур-Султан. Алиев Батыр Алиевич, председатель профессионального союза работников образования «Әділет» города Нур-Султан, член Совета по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов Организации образования города. Эйвазова Фарида Сағындықызы, председатель общественного объединения «Попечительский совет организации образования Колдау», член Совета по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов Организации образования города Нур-Султан. Итак, первое слово предоставляется Көплеуовой Бағымқұл Әубәкировне. Вам слово. Сәлеметсіздер ме, құрметті бұқаралық ақпарат өкілдері, құрметті әріптестер. Бүгінгі таңда сіздермен кездесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Құрметті әріптестер, ұстаздар, барлықтарыңызды алдағы келе жатқан мынау кәсіптік мереке қарсаңында Нұр-Султан қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің атынан және педагогтік әдеп жөнінде кеңес атынан сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтап, өздеріңізге, туыстарыңызға, ұжымдарыңызға мықты денсаулық тілеп, және де қашықтан оқыту жағдайында болса да мына балаларыңыз, оқушыларыңыз сіздердің беріп жатқан білімдеріңізді, білік дағдыларын жақсы жағынан көрсетеді деген тілектес білдіреміз. Департамент жалпы электрондық үкімет порталы мен мемлекеттік корпорация арқылы білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру және білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарды рәсімдеу атты екі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Осы қызметтерді мемлекеттік қызметтер көрсету барысында біз цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға еселі үлес қосуда департамент қызметкерлері. Осы қызметтерді автоматтандыру жалпы тек қана мемлекеттік мекеме үшін ғана емес, халық үшін өте тиімді болып отыр. Сондай-ақ мемлекеттік органдарды ақпараттандырудың сервистік моделін енгізу мен реттеу, олардың қызметін тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы департаментте осы екі мемлекеттік қызмет көрсету барысында стандарттар мен регламенттерге сәйкес көрсетуге тырысамыз. Сонымен қатар электронды үкімет порталы арқылы көрсетілетін қызметтердің басымдылығына мән беріледі. Заңнамаға сәйкес қолданыстағы осы мемлекет көрсететін қызметті электрондық нысанда көрсету бұл электронды үкіметтің веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. Осылайша көрсетілген қызметті алушы орналасқан жеріне қарамастан интернетке кіру мүмкіндігі бар болған жағдайда электронды үкіметтің порталы арқылы өтініш бере алады. Бұл тек көрсетілетін қызметті алушының компьютермен жұмыс істеу дағдыларын білуін ғана қажет етеді. Мемлекеттік қызметті көрсету талаптары мен тәртібі осы жоғарыда айтып өткендей қағидалар мен стандарттарға сәйкес орындалады. Және де лицензия беру тәртібі
үнемі жаңартылып отырады. Жақында ғана осы білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру талаптарымен, біліктілік талаптарымен оларға сәйкес растайтын құжаттардың тізбесіне осы ағымдағы жылы толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Жалпы лицензия беру деп отырғанымыз білім беру ұйымдарына балалар мен ересектерге, яғни халыққа осы тәрбиелеу саласында қызмет етуді ұсынады. Соның ішінде атап өтетін болсақ, осы толықтыруларға қатысты білім беру қызметін көрсетуге лицензия беру саласында, яғни біліктілік талаптарына өзгеріс енгізгенде әсіресе бастауыш білім беру деңгейі бойынша лицензия беруде компьютерлік сыныптармен, жалпы компьютермен, соның үшін жабдықталуы және де ол білім беру ұйымның интернет желісіне қосылуы, сосын тиісті мебельдермен, жиһаздармен, оның ішінде жеке шкафтардың болу талаптары енгізілді. Сонымен қатар барлық білім беру деңгейіне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, сонымен қатар кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында, яғни барлық деңгейде EduKZ аймағында 3-ші деңгейдегі домендік атаудың болуы, стандартқа сай және де бейне бақылаудың болуы қажеттілігі енгізілді осы. Сонымен қатар білім беру ұйымдарына лицензия беру барысында сол лицензия алуға құжаттарын ұсынған ұйымның мәліметтерінің ұлттық білім беру деректер қорындағы мәліметтермен сәйкес келуі тексерілетін болды. Департаментте жыл басынан бастап қаңтар айынан осы бүгінгі күнге дейін 2 мемлекеттік қызметті көрсету барысында 2092 өтініштің 88,3% қанағаттандырылып, 11,7% кейін кері қайтарылды. Оның ішінде лицензия алуға түскен 151 өтініштің 47,6% қанағаттандырылып, 52,4% кейін қайтарылды. Бұл осы құжаттардың ұсынылған қайтарылу себебі, ол ұсынылған құжаттардың тиісті біліктілік талаптарына сәйкес еместігі және де сол ұсынылған құжаттардың толымсыз болуына байланысты. Ал енді екінші мемлекеттік қызмет туралы атап өтетін болсақ, бұл білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарды апостилеу рәсімі болып табылады. Түскен 1941 өтініштің 91,16% қанағаттандырылып, 8,4% қанағаттандырудан бас тартылды. Себебі бұл мемлекеттік бас тарту себебі өтініш берушінің баратын елінің Гага конвенциясына мүше болмауынан және ұсынған құжаттардың расталмау себебінен болады. Осы жайтқа мысал ретінде мынада айтып өтуіме болады. Мысалға, осы жылы апостилеуге түскен 2 өтініш бойынша ұсынылған құжаттардың жоғары оқу орындарынан сол алынған дипломдардың расталмауы себебінен бұл өтініш қанағаттандырылмады және де қалалық полиция департаментіне осы іс жолданды. Сондай-ақ үкімет порталының жеке кабинеті арқылы келіп түскен апостилеуден бас тарту себебі өтініш берушінің төлем жасамауынан немесе құжаттардың түп нұсқаларының ұсынбауынан болып табылады. Осы аталған мемлекеттік қызметкер көрсету барысында қызмет көрсетуші мен қызмет алушының арасында тікелей байланыста болу факторы жойылды. Бұл автоматтандыру нәтижесінде болып табылады. Осы автоматтандыру тек қана мемлекет көрсететін қызметті автоматтандыру халыққа қысқа мерзімде кабинет аралап жүрмей бұрынғыдай құжатын апостилдеуге немесе білім беру қызметін көрсетуге лицензия алуға мүмкіндік береді. Құрметті әріптестер, өздеріңіз білетіндей 27 желтоқсан 2019 жылы 27 желтоқсан қабылданған педагог мәртебесі туралы заңның нормаларымен білім және ғылым министрінің 11 мамырдағы 190 бұйрығымен бекітілген педагогтік әдеп қағидаларына сәйкес 2020-2021 оқу жылының қыркүйегінен бастап барлық республиканың білім беру ұйымдарында педагогтік әдеп жөнінде кеңес құрылғанын немесе институт құрылғандығын атап өткім келеді. Сонымен қатар білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің бастамасымен заң нормалары мен осы педагогтік әдеп жөнінде қағидалардың сақтауды қамтамасыз ету үшін елордалық білім беру ұйымдар педагогтардың құқықтарын қорғау және педагогтік әдеп мәселелері жөніндегі кеңес, яғни институт құрылды. Бұл әдеп жөнінде кеңес жалпы біздің департаменттің базасында құрылды.
Пилоттық жобада бұл кеңес білім беру ұйымдары басшыларының, лауазымды және өзге адамдардың заңнама нормаларын сақтауын, педагогтық ұжымдарға, басшыларға, Нұр-Сұлтан қаласының білім беру ұйымдарының педагогтық әдеп жөнінде кеңес төрағаларына әр мектептегі осы әдістемелік және кеңестік көмек көрсету мақсатында заң нормалары мен әдеп қағидаларын бұзудың алдын алу нысандары мен әдістерін жетілдіру мәселелері бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу функцияларын қарастырады. Тамыз айында әдеп жөнінде кеңестің жұмысы пилоттық жобада департамент базасында басталып кетті. Кеңес құрамына білім беру жүйесіне қатысы бар құрметті тұлғалар мен білікті мамандар енді. Бүгінде әдеп жөніндегі 11 адам. Бүгінде әдеп жөніндегі кеңес өзінің кеңес қызметінің ережесі, жұмыс жоспары, отырыс кестесі бекітілді. Кеңес мүшелері министрліктің білім және ғылым жаңа оқу жылының ерекшеліктері тақырыбында өткен республикалық тамыз кеңесінің аясында өткен секциялық отырысқа белсене қатысты. Министріміз тамыз кеңесіндегі сөйлеген сөзінде педагогтың өзін ұстауы, шыншыл болу, жеке басына құрмет пен сыйластық көрсетуі бұл педагогтық әдептің негізі болып табылады деді. Осының барлығы үлкен жол алдындағы бастама болып табылады. Әр педагог өзінің жағдайымен, мәртебесімен мақтана білу керек бүгінгі таңда. Және қолайлы жағдайда жұмыс жасаса, өзінің кәсіптік қызметіндегі жауапкершілікті, яғни біздің балаларымыздың болашағы сол ұстаздардың қолында екендігін толық түсіне білу керек деп атап өтті. Аталған кеңес қыркүйектен бастап қаланың 5 білім беру ұйымының ұжымымен кездесу өткізді. Бұл кездесу педагог үні деп аталады. Осындай кездесулер ары қарай да жұмысын жалғастырады. Министріміздің бастамасы арқасында елордалық педагогтар өз құқықтарының қорғалуы бойынша қажетті кеңес алып, ұсыныстарының тыңдалатындығына кәміл сенімді. Кеңес өз жұмысын бастағалы проблемалық мәселелермен 10 педагог келіп кеңеске жүгініп, ол проблемалық мәселелерін шешуге кеңес мүшелері тарапынан әдістемелік көмек көрсетілді. Пилоттық жобаның іске асырылу қорытындысы бойынша әдеп жөнінде кеңес барлық өңірлерде құрылатын болады. Уважаемые коллеги, в преддверии Дня учителя поздравляем с профессиональным праздником. Желаем, во-первых, крепкого здоровья вам, вашим коллективам, вашим родным и близким. Пусть ваши ученики, несмотря на дистанционное обучение, форм обучения, получат навыки, знания, необходимые им в жизни. Наш департамент вносит свой вклад в реализацию госпрограммы «Цифровой Казахстан», используя возможности портала электронного правительства, предоставляя возможность любому гражданину республики получения услуг через государственную корпорацию. Департамент в пределах своей компетенции оказывает 2 госуслуги. Это выдача лицензии на занятия образовательной деятельностью и апостилирование официальных документов, исходящих из организации образования. Целью процедуры проставления апостиля является обеспечение гарантии подлинности и надлежащего оформления апостилируемых документов, предназначенных для действия на территории стран участниц Гаагской конференции. В соответствии с законодательством оказание госуслуг в электронной форме осуществляется через веб-портал электронного правительства. Таким образом, при наличии доступа в интернет, независимо от местонахождения, получатели услуги могут подать заявление через портал электронного правительства www.edu.gov.kz. Это требует только у услугополучателя навыков работы на компьютере. Требования и порядок оказания госуслуги услугодателям устанавливаются правилами и стандартами оказания госуслуг, которые устанавливают порядок выдачи лицензии на занятия образовательной деятельностью юридических лиц. Лицензию дает право организациям, предоставляет детскому и взрослому населению услуги в сфере обучения, воспитания, личностного и профессионального развития. Лицензированная образовательная деятельность на законодательном уровне постоянно совершенствуется. Так, приказом министра в 2020 году внесены изменения и дополнения в квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им. Какие же произошли изменения, на что обратить внимание при подаче заявления на выдачу лицензии и приложения к лицензии? Здесь это для уровня начального образования внесено новое требование. Это оснащенность компьютерными классами, компьютерами, подключенным к сети интернет, наличие домена имени 3-го уровня в зоне Edu.kz для всех уровней, наличие оборудования и мебели, наличие оборудованных шкафов для индивидуального использования. Также для всех уровней образования, для госорганизации образования необходимо наличие видеонаблюдения в помещениях и на прилегающих территориях организации образования согласно стандарту. Также при подаче заявления на получение
лицензий будет проверяться соответствие статистических данных национальных образовательных баз данных фактическим данным организациями образования. По оказанию госуслуг с начала года рассмотрено 2092 обращения. Из них удовлетворены 88,3%, отказано 11,7%. Рассмотрев соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им, департаментом удовлетворено 47,6% из 151 обращений, поступивших для получения госуслуги по выдаче лицензии на образовательную деятельность. 52,4% отказано в получении услуги. Основными причинами отказа являются несоответствие представленных документов квалификационным требованиям и неполнота представленных документов. Из 1941 обращений за получением госуслуг апостилирования официальных документов, исходящих из организации образования, удовлетворено 91,6%, отказано 8,4%. Основной причиной отказа в рассмотрении обращений, поступивших через госкорпорацию, является несоответствие стандарту. В частности, из-за того, что страна выезда заявитель не является членом Гаагской конвенции и недостоверность представленных документов или содержащихся в них данных. Имеются факты предоставления для апостилирования фиктивных документов. Так, по 2 обращениям, поступившим на апостилированный документ, исходящих из организации образования, согласно регламенту было направлено письмо в организацию образования, однако выдача документов вузами не подтверждена. Данное обращение направлено для дальнейшего рассмотрения в Департамент полиции города Нур-Султан. Также причина отказа в обращении, поступивших через личный кабинет портала электронного правительства, является непосредственно не предоставление документов об оплате услуги заявителям или оригиналов документов через государственную корпорацию. В ходе оказания данных государственных услуг кардинально устранен фактор прямого контакта между услугодателем и услугополучателем, что исключает коррупционные риски. Таким образом, автоматизация госуслуг предоставляет возможность населению в кратчайшее время без хождения по кабинетам получить услугу, апостилировать свой документ и получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что в соответствии с законом о статусе педагога и правилами педагогической этики с начала 2020-2021 учебного года созданы во всех организациях республики, созданы Советы по педагогической этике. Кроме того, в целях обеспечения соблюдения норм закона и вышеназванных правил, значит, правил педэтики, министром образования и науки Аймагамбетовым инициирован запуск пилотного проекта по созданию института, значит, Совета по вопросам педэтики и защиты прав педагогов организации образования столицы на базе нашего департамента. С августа текущего года пилотный проект запущен и начата работа Совета. В состав Совета вошли уважаемые люди и компетентные специалисты, те, кто сопричастен к системе образования. На сегодня утверждены положение Совета, план работы и график заседания Совета. Члены Совета по этике активно участвовали в работе секционного заседания Министерства, проведенного в рамках Республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки на тему образования и наука, особенности нового учебного года. Как акцентировал наш министр Асхат Канатович в своем выступлении на августовской конференции, культура поведения, тактичность, добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности – это основа педагогической этики. Все это начало большого пути. Каждый педагог должен гордиться своим статусом и положением, должен работать в комфортных условиях, должен учить, понимать свою ответственность, ведь в их руках находится благополучие и будущее наших детей. С сентября Советом проведены встречи с коллективами 5 организаций образования города Нур-Султан в формате открытого диалога «Голос педагога», на которых педагоги высказали свои мнения, рекомендации, предложения по улучшению создания комфортных условий для работы. В дальнейшем такие встречи будут продолжены. Благодаря инициативе нашего министра по созданию советов по этике, столичные педагоги по созданию совета на базе департамента по этике, столичные педагоги получают необходимые консультации по защите своих прав и уверены, что будут услышаны членами совета. С начала работы Совета за помощью о защите своих прав обратились 10 педагогов школ города
Нурсултана, которым оказана помощь в решении проблемных вопросов членами Совета. По итогам реализации пилотного проекта Совета по этике будет создано во всех региональных департаментах. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Багымкул Абубакировна. Итак, следующее слово предоставляется Фариде Сагындыккызы, председателю общественного объединения «Попечительский совет организации образования Колдау». Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жалпы мына педагогикалық әдеп және педагогтердің құқықтарын қорғау жөніндегі аймақтық кеңестің құрылуы бұл педагог мәртебесі туралы заңының жүзеге асырылуының дәлелі ғана емес. Сонымен қатар қалалардағы педагогтермен тығыз өзара әрекеттесуге арналған ашық диалог алаңы болып табылады. Кеңестің негізгі міндеті бұл педагог мәртебесі туралы заңның сақталуын қамтамасыз ету. Педагогикалық әдеп нормаларын бұзуға жол бермеуге және алдын алуға бағытталған ұсыныстар әзірлеу. Сонымен бірге кеңес қаладағы білім беру ұйымдарды басшыларының есебін тыңдауға, педагог мәртебесі туралы заң нормаларын сақтау мәселелерін қарастыруға, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты алуға, педагог мәртебесі туралы заң нормаларын бұзатын лауазымды тұлғалардың қызметінен босату туралы ұсыныстар енгізуге, басқа да сұрақтардың шешімі бойынша қала әкіміне шағымдануға құқылы. Бұл ретте мұғалімдердің еңбек кодексіне сәйкес мемлекеттік органдар немесе ұйымдар шешетін өтініштер мен шағымдарды ажырата білу қажет. Өйткені кеңес шағымдарды қарау бөліміне айналып кетпеуі тиіс. Ұжымда қолайлы атмосфера құру, өзара түсіністік, педагогтерді қолдау, шығармашылық рух пен көзқарас бұл мемлекеттік органдардың, білім беру ұйымдары мен аталған кеңестің өзара іс-қимылының жалпы міндеті. Создание регионального совета по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов является свидетельством не только реализации закона о статусе педагога, но и открытой диалоговой площадкой для тесного взаимодействия с педагогами города. Главная задача нашего совета – это обеспечение соблюдения норм закона о статусе педагога, выработка рекомендаций, направленных на предупреждение и профилактику нарушений норм педагогической этики. При этом Совет имеет право заслушивать отчет руководителей организации образования региона, рассматривать вопросы соблюдения норм закона о статусе педагога, получения необходимой информации от государственных органов, внесение предложений по освобождению должностей, нарушающих нормы закона о статусе педагога, также обращение к Акиму города Нур-Султан по решению ряда других вопросов. Вместе с тем, очень важно разграничить обращения и жалобы педагогов, которые решаются государственными органами, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, так как Совет не может превратиться в отдел по рассмотрению жалоб. Создание благоприятной атмосферы в коллективе, взаимопонимание, поддержка педагогов, творческий дух и настрой являются общей задачей по взаимодействию государственных органов, организации образования и нашего Совета. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Следующее слово предоставляется Батыр Алиевичу, председателю профессионального союза работников образования «Адлет» города Нур-Султан. Слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жаңа ғана Бағым Абубакировна айтып кетті. Осы жылы тамыз айында біздің Нұр-Сұлтан қаласының педагогикалық әдеп кеңесі құрылды. Сол құрылған күні біз өзіміздің жұмыс жоспарымызды бекіттік. Және де біз өзіміз барлықтарымызды білесіздер. Әрбір жоспарда, жұмыс жоспарын алып қарасақ, міндетті түрде сол жоспарда негізгі іс-шаралар және де нақты іс-әрекеттер, оның мақсаттары, мерзімдері және жауапты тұлғалары белгіленеді. Біздің жоспарымызда осы талаптардың бәрі бар. Және де жоспарды қарасақ, біз оны екіге бөлдік. Бірінші бөлімде ұйымдастырушылық құқықты қызмет жұмыстары болса, екінші бөлімде бізде ақпараттық талдау қызметтері. Қысқаша айта кетсек, ұйымдастырушылық құқықты қызмет бөліміне біз келесі шараларды қостық. Оның ең біріншісі нормативті құжаттармен таныстыру, біздің педагогтарды, білім беру мекемелердің басшылары және де біздің білім беру ұйымдарында өздерінің педагогика әдеп кеңестерінің мүшелерін осы нормативті құжаттармен таныстыру, олармен семинарлар өткізу және де құқықтық сауаттылығын арттыру, өзіміздің кезекті отырыстарды өткізу мерзімдері белгіленген, және де заңның педагогикалық әдеп қағидаларын сақтау мәселелерін қарастыру,
осындай шаралар енгізілген. Екінші бөлімге келетін болсақ, ақпараттық талдау қызметінің бөліміне келесі шаралар жатады. Ол ең бастысы біздің осы процессіміздің ашықтығын қамтамасыз ету, және де материалдарды өңдеу, талдау, кеңестік отырыстарда туралы ақпараттық бұқаралық ақпарат құралдарында департаменттің сайтында орналастыру бүкіл құжаттардың барлығын. Және де ең бастысы жылдың соңында біз білім және ғылым министрлігінің бізде комитет бар, білім саласының сапаны қамтамасыз ету комитетіне, соған біз өзіміздің есебін береміз. Және де мен ойлаймын, бұл барлық шаралар, нақты іс-әрекеттер осы біздің педагогтың жағдайларын жақсартады деп ойлаймын. Уважаемые коллеги, разрешите вас ознакомить с планом работы Совета по вопросам педагогической этики. Только что мои коллеги говорили, что в августе этого месяца мы создали такой совет на уровне города и утвердили тем самым параллельно свой план мероприятий. План мероприятий, мы все знаем, что состоит из целей, конкретных действий, сроков, ответственных лиц состоит. Да? Любой, если план мы посмотрим, возьмем, он всегда как бы есть свои параметры. И вот наш план тоже не стал исключением. Состоит он из двух разделов. Первый – это организационно-правовая деятельность, второй – это информационно-аналитическая деятельность. Организационно-правовая деятельность, мы включили туда такие мероприятия, как ознакомление с нормативно-правовыми актами, необходимыми для работы педагогов, руководителей организации образования, членов Совета по педагогической этике, именно организации образования, проведение с ними семинарами обучающими, повышать их правовую силу обуч. Также организация проведения очередных заседаний Совета по педагогической этике города Нур-Султан, рассмотрение вопросов по соблюдению прав педагогов и также выработка рекомендаций и предложений, чтобы мы могли усовершенствовать далее работу нашего Совета. В разделе информационно-аналитической деятельности это в первую очередь обеспечение прозрачной работы самого Совета. Также мы хотим, чтобы прозрачность была не только вот на уровне города, но и внутри организации образования, чтобы была прозрачность. Обработка и анализ материалов по вопросам, входящих в компетенцию Совета по педагогической этике. И также обязательно, конечно, это размещение в средствах массовой информации, в том числе на сайте Департамента по обеспечению качества и сфере образования города Нур-Султан. Ну и итогом это, конечно, является отчет перед комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки. Ну, пользуясь случаем, хотел бы также всех поздравить с наступающим нашим профессиональным праздником, День учителя, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и удачи. Спасибо. Спасибо большое. Давайте перейдем непосредственно к вопросам. К нам поступили как раз-таки вопросы от представителей СМИ. Наверное, Батыр Алиевич, первый вопрос к вам. Много говорят о неудобствах дистанционного образования для детей и родителей, но почти ничего не слышно про проблемы учителей. Вот как сказался на их жизни переход на онлайн-обучение, стало ли сложнее, легче, о каких проблемах сообщают учителя, как справляются с негативом, который выливают на них родители. Спасибо. Интересный вопрос. В первую очередь, это, конечно, сейчас, вот если мы говорим о данном учебном годе, да, когда вот с 1 сентября мы начали обучаться, вот Министерство образования и науки сделало как бы большой шаг в этом плане. Это обучение наших педагогов именно в дистанционном формате. Да? Все, кто прошел это обучение, получили сертификаты и сейчас успешно осуществляют свою деятельность на дистанционном уровне. Больше, конечно, вопросов возникало в марте месяце, когда приказ министра 108 вышел 14 марта, и мы все перешли на дистанционно, некоторые организации приостановили свою деятельность. Вот тогда, конечно, первый раз в жизни, первый раз в истории такое произошло, что тогда, конечно, было сложно. Но, тем не менее, наши педагоги достойно вышли, я считаю, что с этой ситуации. Несмотря на то, что было неудобно, первый раз столкнулись, как детей обучать. Это и все различные социальные, да, наши сети, с помощью их обучали. Вот в данном случае я не только как председатель профсоюза говорю городского, но и как родитель. Я сам это видел, как мой ребенок учился и как учителям было тяжело на самом деле. Вот. Но сейчас самый главный вопрос – это обеспечение компьютерами наших педагогов. Потому что самый главный вопрос, когда мы говорим о интернет-трафике, да, это когда вот в марте месяце было, не готовы были, не знали, что вот так произойдет.
конечно, это интернет-трафик использовался как бы учитель сам свои. Сейчас же на данный момент разработаны различные платформы, которые бесплатные на данный момент, да, мы можем спокойно заходить и бесплатно пользоваться. Вот в этом плане. Я знаю, что в городе Нур-Султан все педагоги обеспечены компьютерами, и управление образования города Нур-Султан тоже свою лепту внесла, как бы обеспечили компьютерами. И профсоюз образования тоже не остался в стороне. Мы оказали помощь педагогам, которые нуждались в компьютерах, тоже оказали помощь и выделили средства для покупки ноутбуков и компьютеров. Спасибо большое. Следующий вопрос как раз-таки касается качества образования. Наверное, Багамгул Абубакировна, к вам вопрос. Упало ли в целом качество образования? Как скажется на учениках младших классов этот пробел в будущем? Спасибо за вопрос. В целом качество образования, понятие, да, включает в себя нескольких аспектов, начиная от совершенствования содержания, значит, контент самого образования. Дальше обеспечение детей учебниками УМК, укрепление материально-технической базы организации образования, а также обеспечение кадрами. Это получается качественный педагогический состав каждой организации образования. На сегодня, например, в ходе подготовки к началу учебного года именно в организациях образования города Нур-Султан были доставлены учебники 100%. 173 тысячи, это 826 учебники детям было выделено, доставлено. Вместе с тем, сейчас в новом учебном году, вы сами знаете, это Батралич тоже объяснил по первому вопросу, осуществляет дистанционное обучение с использованием разных интернет-платформ. Это Microsoft, Darn Online, Classroom, Кунделик KZ, да, Билимленд, онлайн-мектеп и разные. Вместе с тем, вся организация образования, у них заключены все договора. Именно также в школах, в организациях города все соблюдены санитарные нормы. Также, например, 2562 дежурные классы осуществляют образовательную деятельность, да, в которых обучаются учащиеся начальных классов, как это в вопросе отражены. На сегодняшний день вместе с тем учителей в городе столицы, столичная организация образования, именно школы, пополнились 394 молодыми специалистами и новыми педагогами. По поводу повышения качества образования хочу сказать, например, сейчас по поручению министра, по решению нашего министра, при дистанционном обучении сейчас получается, как по традиционной форме оцениваются баллы, а вернее пятерками, четверками, да, скажем, как также выставляются оценки. Во-первых. Во-вторых, это сейчас до конца первой четверти мы не можем определить, качество знаний составляет именно начальный класс столько-то процентов. Это нужно делать после окончания первой четверти, например, в сравнении с первым четвертым прошлого года. Рахмет. На этом мы завершаем брифинг. Амандықта жүздескенше. Спасибо за внимание.